Қонақ күтуге немесе барлық той жиынға қоюға үлкен көлемдегі творожный пирог жасаймыз. Енді келген қонақтарыңыздың барлығына молынан жететін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмыртқа мен қантты венчикпен араластырып, үстінен қаймақ, су буында ерітілген сары майымыз құйып араластырамыз. Енді електен өткізілген ұн мен қосытқышымызды салып жұп-жұмсақ қамыр илеп, енді тындыруға қалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Творог және 6 жұмыртқа, қант және қаймақ. Мен осы бір банканың барлығын қостым. Кез келген процентте қаймақты қосамыз. Кукуруз крахмалы және ванильді қантты салып, жақсылап миксермен бір қалыпты масса болғанша осылай араластыратын боламыз. Енді қамырымызды оқтаумен немесе қолымызбен осылай жайып алсақ болады. Үлкен противенгеге бірден жасап жаямыз. Астын вилкамен тесіп, үстінен енді салмасын құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Өзіңіздің пешіңіздің қызу, яғни температурасына қарай пісірсеңіз болады. Осылай керемет болып шығады. Кез келген жемісті де салып пісіре берсеңіздер болады. Өте жұмсақ болып шығады. Парақшамда бұдан да басқа пайдалы рецепттерді көрсеңіздер болады. Тіркелмесеңіз міндетті түрде тіркеліп алыңыз.